жетпіс тілді білген Әл-Фараби бабамызды бүкіл қазақ мақтан тұтады ғой. Өзіміздің көне қала отырардан шыққан біздің данамыз, біздің бабамыз бүкіл әлемге өзінің білімділігін, ілімділігін, адамгершілік қасиетін Қазақстан елімізді паш еткен біздің таза данамыздың бірі деп біз түсінуіміз керек. Азамат болғанын өздеріңіз тарихтан білесіздер. Қазыбек би бабамыздың мысалға жоңғарлардың алдында, қалмақтардың алдында айтылған шешендігін көруге болады. Енді біздің Әйтеке бабамыздың қандай деңгейде батыр болғандығы, шешен болғандығы, ел алдында көсем болғандығы барлығы біздің қазақтың тарихында жазулы дүние. Бұл енді шешендікте, бұл жаңағы екі әңгіменің ортасын келтіруде барлығы біздің қазақ бабаларымыздан келе жатқан. Енді бұл жерде үлкен сыйлықтың қажеттілігі жоқ, өйткені біздің қазір тарихымыз жазбаша жерде төгілденіп жатыр. Алаштың рухты азаматы деген бір кітап сыйланды, және де осы академияның құттықтау хаты бар. Соның өзі үлкен дүние.